Сәлем қыздар, желпуіш деп аталатын қуырысты бірге дайындайық. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін керек заттарды мен төменге жазып қоямын. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне шым-шым тұзды қосамыз. Сүт құямыз. Енді сода мен уксусты араластырып алып, жаңағы жұмыртқалы массамызға қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Електен өткізіп қосқаннан кейін қамырды илейміз. Қамырды илеп, салафанға салып, 10 минутқа қойып қоямыз да, одан кейін жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайып болған соң, мынандай етіп пицца кесетін кескішпен ба, пышақпен ба, осындай формада кесіп аламыз. Видеодағыдай қайталаймыз. Видеодағыдай қайталай отырып, желпуіштерді жасаймыз. Жасап болғаннан соң, барлығын жасап біткеннен соң, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Екі жақ бетінде сарғайғанша қуырып аламыз, майда ұстаймыз. Суға қантты қосып, сироп дайындап аламыз. Осы сиропқа қуырыстарды батыра отырып, қуырыстарымызды жинаймыз. Қалған бөлігіне сахарный пудра септім. Ас болсын.